Құрметті азаматтар, соңғы кезде білім беру мекемелерінде орнатылған жарылғыш заттар туралы жалған хабарламалар жиілеп кетті. Барлық осындай фактілер бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Қажетті тергеу әрекеттері жүргізілуде. Айта кету керек, мұндай қылмыс жасаған адамдар арасында кәмелетке толмағандар жиі кездеседі. Жыл басынан бері 168 қылмыстық іс қозғалып, 31 адам ұсталды. Оның ішінде 12-сі кәмелетке толмаған бала. 13 адам сотталды. Оның ішінде 2-і жасөспірім. 6 ата-анаға айыппұл салынды. Әрбір жалған хабарлама тұрғындар арасында үрей тудырып, мекемелердің жұмысына кедергі келтіреді. Олар материалдық шығын әкеліп қана қоймай, шұғыл қызметтердің уақытын алады. Терроризм актісі туралы көрінеу жалған хабарлама үшін 5000 айлық есептік көрсеткішке дейінгі айыппұлдан бастап 5 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы көзделген. Бұл қылмыс үшін 14 жастан бастап қылмыстық жауаптылық көзделген. Егер кәмелетке толмағанның жасы 14 жастан аспаса, онда бұл жағдайда оның ата-анасы тәрбиелеу бойынша міндеттемелерін атқармаған үшін жауапкершілікке тартылады. Бұдан бөлек, сот шешімімен ата-аналар шұғыл қызметтердің шақыртуға шығып, нысандарды тексеруге кеткен шығынын өтеуге міндеттеледі. Залал мөлшері 2 миллион теңгеге дейін жетуі мүмкін. Ішкі істер министрлігі ата-аналарды балалардың мінез құлқына ерекше назар аударуға шақырады. Жасөспірімдерге осындай әрекеттердің соңы неге әкелетінін түсіндіріңіздер. Терроризм актісі туралы көрінеу жалған хабарламалар үшін қатаң жаза қаралғанын есте сақтаңыздар. Қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету баршамыздың ортақ міндетіміз. Бірлесіп қана біз балаларымыз үшін қауіпсіз орта құра аламыз.